Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті үкімет мүшелері, білім беруді дамытудың 2026 жылдарға дейінгі тұжырымдамасы дайындалды. Тұжырымдамада стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда белгіленген басымдықтар, мемлекет басшысының тапсырмалары толық қамтылды. Біз түрлі халықаралық зерттеулердің, талдаулардың нәтижелерін ескеріп, эксперттер мен педагогикалық қауымдастықпен барлық мәселелерді талқылап, тиісті ұсыныстарында қамтыдық. Құзыреттілігіміз бойынша 6 бағыт, 17 индикатор және 109 іс-шаралар көзделген. Негізі бағыттарға тоқталсам, балаларды ерте дамыту бойынша білім саласының ең маңызды деңгейі ол балабақша. Зерттеулерге сәйкес баланың интеллектуалды, әлеуметтік, эмоциялық, физиологиялық дамуы балабақшалардың әсері орасан зор. Сол себепті балаларды ерте дамытудың жаңа моделі енгізілуде. Бағдарлама да, оқыту әдістері де түбегейлі өзгеруде. Бұл тәуелсіздік жылдарынан бастағанда мектепке дейінгі білім жүйесіндегі ең үлкен өзгерістің бірі екенін айта кеткім келеді. Бұның алдындағы бағдарлама тың академиялық болып, 3-4 жасар балаларды отырғызып қойып 20 минуттен сабақ оқытсақ, енді халықаралық тәжірибені, халықаралық зерттеулерді ескере отырып, тәрбие мен оқыту балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ойын арқылы жүргізіледі. Ойын баланың жаны мен тәніне сай келетін табиғи әрекет. Бала сол арқылы қоршаған әлемді зерттеп, оны тани отырып, қажетті дағдыларын дамытады. Яғни баланың тұтас дамуы үшін барлық жағдайлар қарастырылады. Балалар коммуникативті, өзіне сенімді, қиындықтарға төзімді, дендері сау, ашық және креативті ойлайтын, отансүйгіштік, еңбекқорлық және білімге құштарлық құндылықтарын бойына сіңіріп, балабақшадан тәрбиеленіп шығарылатын болады. Балабақшалардың қолжетімділігі мен сапасы бойынша 2-ден 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз ету үшін жаңа балабақшалар ашылады. Мемлекеттік тапсырысты жекеменшік балабақшаларға беруді әрі қарай жалғастырамыз. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тәрбиешілердің жүктемесі азайып, жалақылары көбейтіледі. Тәрбиешілердің біліктілігін арттыру және аттестаттау жұмыстары ұйымдастырылады. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша тағы да қосымша кешенді шаралар қарастырылады. Орта білім деңгейі бойынша ең актуалды мәселе білім мазмұны және білім сапасы. 2016 жылдан 21 жылға дейін мектептер жаңартылған бағдарламаларға көшті, критериалды бағалау енгізілді. Бұл өте маңызды өзгеріс болды. Дегенмен, мониторингтік зерттеулерге сәйкес жекеленген пәндер бойынша оқу бағдарламалары жетілдіруді қажет етеді. Осыған орай мектеп бағдарламаларын жаңғыртамыз. Қазір жұмыс тобы құрылды, жаңа мемлекеттік стандарттар мен оқу бағдарламалары әзірленуде. Мектептерге кезең-кезеңмен академиялық автономия беретін боламыз. Білім беру сапасын сырттай тәуелсіз бағалау жүйесі енгізіледі. Мектептердің аттестаттау жүйесі репрессивті мазмұннан диагностикалық бағытқа ауысады. Мектептегі қорытынды бағалаудың нәтижесін халықаралық деңгейде тану бойынша жұмыстарды жүргіземіз. Мектептердегі орын тапшылығы бойынша мемлекет басшысы жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру бойынша тапсырма берді. Ұлттық жоба аясында 2025 жылдың соңына дейін 800 мыңнан астам оқушы орны беріледі. Бұл 3 ауысымды және апатты мектептер мәселесінің проблемасын толығымен шешеді. Жаңа мектептер үшін құрылыс пен жарықтандырудың ең жоғары заманауи және бірыңғай стандарттары қолданылады. Келесі жылы бұрын соңды болмаған көлемде мектептердің құрылысы басталады. Мысалы, ендігі жылы Алматы қаласы бойынша әкімдікпен бірге жаңа 20 мектептің құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Сәйкесінше 2024 жылы Алматыда 80 мың орын салынып проблема толығымен шешіледі. Астана қаласы бойынша да дәл осындай жоспарларымыз бар. Оқу процесін цифрландыру шеңберінде арнайы жобалар іске қосылады, слайдтарда көрсеттік. Әсіресе білім саласындағы қызметтерді цифрландыру. Бүгінгі таңда балабақшаларға кезек цифрлы форматқа көшірілді. Десек те әлде үлкен мәселе бар. Кезекке қою бойынша облыстарда 44 ақпараттық әртүрлі жүйелер жұмыс істейді, тәуекелдері бар, бірізділік жоқ. Осы мәселелерді шешу мақсатында орталықтандырылған балабақшаларға бірыңғай кезек енгізіледі. Бұл балабақшалардағы кезекке тұруды, берілген жолдамаларды бақылауға, орындарды бөлу кезінде тәуекелдерді болдырмауға мүмкіндік береді. Әр педагогтың цифрлық портфолиосы енгізіледі. Сәйкесінше оның аттестациясы, жұмысқа қабылдау рәсімі, конкурстарға қатысуы, жетістіктері және барлық ақпараты сол жүйеге жүктеліп электронды форматта өтеді. Мектептердегі оқулықтарды таңдау мен мониторингтеу цифрлық форматқа көшіріледі. Аттестаттар мен дипломдар QR-кодпен цифрлық форматта беріледі. Әр оқушының да цифрлық профиль енгізіледі. Онда оқушының балабақшадан бастап мектеп әлде колледж бітіргенге дейінгі академиялық әлеуметтік жетістіктері, бағалары, құзыреттіктер картасы, бір сөзбен айтқанда барлық цифрлық ізі сақталып қалыптастырылады.
Ең қажетті қызметтер толығымен егов пен ірі банктардың мобильді қосымшаларында қолжетімді болады. Маңызды бағыттардың бірі ерекше балаларды қолдау болып табылады. Заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес елімізде тағы да 33 ПМБК мен 23 түзету кабинеттері ашылады. Осы жылдан бастап түзету және қолдау көрсету үшін жеке меншік ұйымдармен мемлекеттік тапсырысты беруді орналастыруды бастадық. Ол мұқтаж балаларға тең білім беру қызметтерін алуға қолжетімділікті кеңейтуге көмектеседі. Аутизм спектрі бұзылған балалармен жұмыс істеу үшін заманауи әдістері әзірленіп, қазақ тіліне бейімделеді, мамандар қайта даярлаудан өтеді. Есту, көру, сөйлеу қабілеті бұзылған, психикасы бұзылған мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған елімізде бүгінгі күні 98 арнайы мектеп-интернат бар. Осы интернаттарға қажетті жабдық толығымен сатып алынады. Біз мектептің үлгілік штаттарына педагог ассистенттерді қостық. Бұның арқасында мыңдаған ерекше балақайлар мектептерде тең оқу алуға мүмкіндік алды. Бұл бағыттағы жұмысты енді балабақшалар деңгейінде ұйымдастырамыз. Ұлы ойшыл Әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан осы тұжырымдамада тәрбиенің, адами құндылықтардың, отбасылық тәрбиенің маңыздылығы ерекше орын алып отыр. Оқыту барысында құндылықтарға негізделген білім беру тәсілі қолданылады. Білімге құштарлық, еңбекқорлық, отансүйгіштік, ұлттық мұраны қастерлеу, бір-бірімен сыйластық пен ынтымақтастық, мейірімділік пен қамқорлық, мемлекеттік мүддені қорғауға дайын болу сияқты негізгі құндылықтар негізінде толық адам ұлттық тәрбие моделі іске асырылады. Үйірмелер мен балаларды қамту білім беру саласы үшін өте маңызды. Бүгінгі таңда қамту көрсеткіші 70%. Оқушылар сарайлары, жас техниктер станциялары, музыка және өнер мектептері, балалар технопарктары ашылады. Білім беру ұйымдарында пікірталас қозғалысы, мектеп және студенттік өзін-өзін басқару белсенді дамып келеді. Дебат қозғалысын және мектептердің парламенттерін барлық мектептерде дамытатын боламыз. Шахматты білім беру ұйымдарында қолдаймыз. Бұл мәселе бойынша мемлекет басшысының тапсырмасы да бар. Ол қазір факультатив ретінде 28 мыңға жуық балаға арналған 600-ден астам мектепте енгізілді. Ал мектептердегі шахмат секцияларда 200 мыңнан астам балалар бүгін қамтылып отыр. Федерациямен осы бағытта жұмысты жалғастырамыз. Балаларды кітап оқуға баулу жұмыстары жүйелі түрде ұйымдастырылады. Бізде оқуға құштар мектеп деген жоба бар. Осы жоба іске асырылады. Соңғы 2 жылда мектеп кітапханаларына 3,6 миллион дана балалар көркем әдебиеті сатып алынды. Оның 71% мемлекеттік тілде. Бұл шын мәнінде керемет жоба. Одан әрі көркем әдебиет қоры жаңартылады. Әсіресе қазақ тіліндегі ғылыми фантастикалық әдебиетпен, таңнымдық әдебиетпен қамтамасыз ету жұмысын жалғастырамыз. Бүгін біз педагог мәртебесі туралы заңның оң әсерін көріп отырмыз. Президенттің қолдауының арқасында педагогтердің жалақысы ұлғайтылды және 2023 жылдың қаңтар айында тағы да 25%-ға көбейтіледі. Сонымен қатар мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға ерекше назар аударып отырмыз. 2021 жылдан бастап педагогикалық жұмысқа тұру үшін сертификаттау енгізілді. Яғни бүгін мұғалім болып жұмысқа тұру үшін тек қана диплом жеткіліксіз. Сол дипломға қосымша өз пәнінен және әдістемеден емтихан тапсыру керек. Осындай тетікті әрі қарай жалғастырамыз. 3 жылдан бастап бұның алдында біздің педагогтеріміз біліктілігін арттырғанда 5 жылда бір рет арттырса, қазіргі уақытта бұл мәселе қайта қаралып, 3 жылда бір рет біліктілігін арттыру форматына көшіп жатырмыз. Директорлардың кадрлық резерві қалыптасады. Білім беру ұйымдарының директорларын ротациялау тетігін біз әрі қарай іске асырамыз. Білікті кадрлар дайындау және біліктілігін арттыру үшін педагог жаңа кәсіби стандарттары қазір дайындалып жатыр. Осы кәсіби стандарт енгізілетін болады. Балалардың құқықтарын қорғауға қатысты. Жетім балаларды қолдау үшін отбасылық құрылымның баламалы нысаны кәсіби отбасы институтын енгіземіз. Заңнамалық өзгерістер дайын. Мектептегі психологиялық қызметтердің рөлі артады. Педагог психологтердің әдістемелік құралдарын бірыңғай стандарт енгізіледі. Мектеп пен ата-аналардың өзара қатынасы, қамқоршылық кеңестердің жұмысы жаңғыртылады. Балалардың дамуы үшін сапалық тамақтану ерекше маңызға ие. Бұл ретте балаларды тамақпен қамтамасыз ету нормативтері ас мәзірі біздің денсаулық сақтау министрлігімен ғалымдармен бірлесіп қайта қаралады. Бастауыш сыныптардың оқушыларына бір мезгіл ыстық тамақ беру бойынша жұмыс жалғасады. Асханаларда қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйелері, тағамдардың сапасын бақылау онлайн жүйесі енгізіледі. Ата-аналардың және осы асханалардың материалдық техникалық базасын жаңғыртамыз. Енді колледждер бағытына келетін болсақ, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жастар жұмысшы мамандықтар бойынша 100% осы мамандықтармен қамтылады.
Биыл гранттар саны ұлғайтылып, рекордтық 128 мың орынды құрады. Енді студенттерге бір емес 3 құзыреттілікке дейін алып шығу мүмкіндігі берілді. Колледждерге оқу мерзімі қысқартылып, нақты күтілетін нәтижелерге байланысты болады. Мемлекеттік тапсырысты кәсіпорындардың өздеріне олардың нақты өтінімдері бойынша нысаналы түрде беруді жалғастырамыз. Биылдан бастап біз колледждерге академиялық дербестікті бердік. Осы жұмысты біз ары қарай міндетті түрде жалғастырамыз. Бұл шара кадрларды даярлау сапасын арттыруға толығымен мүмкіндік береді. Лицензиялауды құзыреттілерге емес, бүгінгідегіндей мамандықтар бойынша беру жоспарлануда. Инфрақұрылымды, кадрлық әлеуетін тиімді пайдалану және білім беру сапасын арттыру үшін колледждерді бейіндеу және ірілендіру жоспарлануда. Құрметті Әлихан Асханұлы, министрлік көзделген міндеттер мен бастамаларды сапалы жүзеге асыратын болады. Тұжырымдаманың жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Сұрақтар бар ма? Назарларыңызға рахмет. Асхат Қанатұлы, орта білім беруді цифрландыру бойынша қандай жаңа шаралар іске асырылады? Құрметті Әлихан Асханұлы, осы орта білімде сапа беру мәселесі бойынша бізде цифрлық трансформация және цифрландыру аса маңызды. Біз әсіресе осы пандемия кезінде дамыған мемлекеттердің тәжірибесінде оны көрдік және өзімізде де осы мәселемен айналыстық. Бұл жерде бізде бірнеше бағыт бойынша жұмыс жүргізіледі. Біріншіден, бүгін күні бізде шағын жинақты мектептерде оқитын балалардың қаладағы мектептермен салыстырғанда білім беру сапасы айырмашылығы бар. Осы мәселені шешу үшін, яғни сапаны жоғарылату үшін, біз осы шағын жинақты мектептерде онлайн сабақ беру тәсілін енгіземіз. Ол бір. Екіншіден, бізде бүгін күні білім беру бойынша үлгерімі төмен балалар бар. Олар 500 мыңнан астам осы балалар. Осы балаларға да біз цифрлы педагог аталатын жобаны біз бүгін күні дайындадық. Осы жоба бойынша оларға арнайы бір өздері қиындық көріп жүрген пәндері бойынша қосымша сабақтар жүргізіліп, бұлда да білім беру сапасын арттыруға көмектеседі. Жалпы бізде электрондық оқулықтар бойынша да жұмыс жүргізіледі. Қазіргі уақытта бізде 1-ден 4-ші сыныпқа дейін жұмыс белсенді жүргізілуде. Жалпы 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін толық оқулықтар электронды форматта, мультимедиа қызық форматқа ауыстырылатын болады толығымен. Және де жалпы электрондық оқыту жүйелері барлық 3,7 миллион балаға қолжетімді болады. Жалпы біздің мектептерде оқитын балалар бүкіл осы мектептің бағдарламасы бойынша барлық тақырыптарды қамтитын біздің электронды онлайн форматтағы сабақтарды, видео түсірілімдерді қолжетімді қылып, солар бойынша оқуға мүмкіндік алады. Жалпы цифрландыру бағыты бойынша осы жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Жақсы, орныңызға отырыңыз.